Сәлеметсің балалар, отырыңыздар. Сәлеметсіз. Бүгінгі бірінші практика жұмысқа қарастырамыз. Біздің бүгінгі дәптерімді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз серпімді майдың тербелісін зерттеу. Бүгінгі күнді жазамыз, тақырыбы серпімді майдың тербелісін зерттеу. Міне бізге берген серпім, біз қараған болып тербеліс жасайды. Тербеліс жасаған кезде, біз ойлаймыз, оны сипаттайтын негізгі шамалар бізде, мысалы, біз айтамыз қандай? Ауырлық күш. Қандай сипаттайтын шамалар тербеліс? Қандай жиырылықтарын білесің? Циклдық жиырылық. Циклдық жиырылық бар, да? Циклдық жиырылық. Енді теория бойынша циклдық, циклдық жиырылық неге тең теория бойынша? Циклдық жиырылық түбірдің астында омега 0 теңізге түбірдің астында К бөлу Н. К бөлу Н. К деген не ол бізде? Серпімнің қатты. Н массасы. Так, енді қарап бізде жаңа серпімді суретті мұнда бізде берілген. Так, енді қарап, мұнда біз жүректі үріп қойдық. Мына тоқтаған кезде екі күші бір-біріне тепе-теңдікке келеді. Қандай күш астына қарап келеді? Ауыр күш үстіне қарап қарама-қарсы күш тепе-теңдікке? Серпімді күшті. Серпімді күш қалай табуға болады? Серпімді күш қандай заң бойынша? Гук заңы қандай термізге? F серпімді? F серпімді тең минус К. Серпімді минус К. Дельта X. Дельта X. Так, енді не қарап. Дельта X деген не бізде ол? Ол ұзындығының айырмашылығы. Ұзартылығы, неше ұзартылығын айтамыз. Так, енді осы жерде біз нені таба аламыз? К-ны табамыз. К-ны табу үшін К неге тең болады біздерді? Серпімді күшті, да? Бөлеміз. Неге? Дельта X-қа. Но серпімді күшінде қандай күшке тең? МГ-ға. Значит, оны не қоямыз? МГ. Так, енді бөліміз дельта X-қа. Так, енді К-ны тапқасын, мұнда саламыз, да? Циклді жырыл табуға болады. Так же? Значит, бұл теория, қысқаша теория бойынша, да? А если тәжірибе бойынша біз не ету үшін, значит, циклді жырыл қалай табуға болады? Екі пи ню, да? Екі пи ню. Так, екі пи ню. Ню деген не ол? Ню ол бізде... Ол бізде что? Жиылық. Жиылық неге тең? Жиылық неге тең? Жиылық неге тең? N бөлікті. N бөлікті. N деген ол не? N ол бізде... Тербелістен саны, да? Значит, тербелістен саны, значит, мұнда қайта салсақ, тогда будет екі пи, значит, N бөлігі Т-ға. Значит, енді қарайық. Неше несімен қарадық біз? Нені қарағанда? Не таптық? Циклдық жиылықтық, да? Екі несімен қарадық? Қалай? Бірінші. Теория, екінші тәжірибесі. Значит, енді біздің сабағымыздың мақсаты қандай болады бізде? Майдың тербелісін зерттеу, ешін табылады? Циклдық жиылығы. Теориялық тұрғыдан... Және тәжірибе бойынша табылды. Так, и потом істейміз оларды. Салыстырамыз? Салыстырамыз. Енді физикалық практика жұмыс істеу үшін бірінші бізге сақтау керек, қарулық бізге техникалық қауіпсіздік. Значит, қандай сендер несін білесіңдер, ережелерін? Біріншіден абай болу, мұғалімнің нұсқауларын дәл орындау. Жұмыс орнының мұғалімнің рұқсатынсыз кетіп қоймау. Қандай? Құрал-жабдықтарды мұғалім айтқан көрсеткен тәртіпте орналастыру. Еще қандай білесің? Тапсырманы орындау кезінде керек емес, қажет емес заттарды қолданбау. Так, енді жазамыз. Құрал-жабдықтары. Құрал-жабдықтарын қараймыз. Так, енді
ağızlarımızda tecrübe istiyorsun, bizi bunlar kurallar. Ne korkmuşlar? Qanday? Serpin. Ha, serpin жасаңыз, бірінші aslında serpin. Серпін. Жүк. Так, жүк. Так, жазды жүк. Только на несі массасы 50 грамм. Значит, жүк массасы 50 грамм. Біреуі 50 грамм жүктің. Массасы 50 грамм. Бұл штатив? Штатив керек бізге. Сызғыш. И сызғыш. Бір жүктің де. Несін қараймыз? Uzunluğu, rüşü. Ne rüşü? Sızlaşpен? Sızlaşpен. Uzunluğu neçe? 17. 17. Так, енді үлеміз тағы жүк неше? Мынау şey неше bu? 150. 150 грамм. Значит, kestiге 150 граммды жазамыз. Енді қарайсыз. Мында кестеде 150 грамм, это будет 0,15, да? Мыңнан 15 килограмм болады. Так, неше болды бізде? Ұзару? 64. 64. 61. Алдында неше болды бізде? 17. 17 аламыз. 64, 17 неше болды? Ұзар неше ұзарды? 44. Значит, мында бізде метрге 44, сантиметр неше метр? 0. Бөлдің? Одан 100-дан 44. Так, енді жүк төлеп екінші неде тағы 150 бар. Так, 150 өреміз. Так, тағы 150. Астан берді ма? О, жадар енді үстіне қарай көтерейік. Это енді ұзындығы неше болды? Үстіне қарай өтейік. 107. 107. Так, 107. Неше грамм болды бізде? Енді отыра беріңіз. Значит, бізде 107. 107-ден неше аламыз алдында? 64. Немесе 17. 17-ні. Неше болды бастап? 17 болды? 17 нешені аламыз? 100 неше болды? 107. 17-ні алам неше болды? 90. Значит, метр неше болды? 16. Массасы 300 грамм болды. Массасы 300 грамм болды. 300 грамм болды. Енді бұл несін қарап, күшін қарап, күшін неге тең бізге? Бұл күш неге тең бізге? Ал күшке тең бұнда, енді массасына қарап, жи неде болады? Неше болмыз? 9,8. Тез санауыш неше болды? 10 алып да. Значит, массасын көбейтеміз. Мына 10-ға неше болады мұнда? 1,15. 1,15. Мұнда неше болады? 3 да? 3 болады. Нақты 3 болады. Енді біз ені қаны табыламыз да. Қаны. К1-ді. Қаны табымыз. Бірінші тәжірибе бірінші. Қаны қалай табымыз? Қаны қалай табымыз? М-жиімді? Значит, М-жі неге тең бізге? М-жі. Бір жарымды. Так, бөліміз, бір жарымды бөліміз. Неге? Дельта-Х-қа 0,44. 0,44 бөлік. Так, тез санағанды калькулятормен. Калькулятормен санап, тез санап потребуем. Неше болды? Үш бүтін оннан төрт. Ньютон бөлінген штуки килограммға. Мына жерде 3,14. Так, екінші тәжірибе бойынша. Катя неге тең? Үшті бөлеміз. Значит, үшті бөлеміз. 0,9-ға. Так, бөлі қойды. 160. Ньютон штуки килограммға. Так, значит, 3,3 деп қояды мұнда. 10-3 деп қарамыз. Енді омегандамыз. Омега 0,1 бірінші жазамыз. Қалай таптық біз оны?
Tığırmasına biz Salam. tığırmasına K 3,4. Daha bölümümüz massası ne şu bu bizi? Birisi. Birisi 150. Bölük давайте bölük. Tığırmasına bölümümüz. Neşe oluşuktu? 3,4'tü и 22 da aldı. 22'de 6 tığırmasına şartlı. Tığırmasına şartlı. 4 da 7. 4'te 7, 4,7'de 4,7 radyan sekund çözümüz. Radyan sekund. Так, значит, 4,7. Так, yaklaşık tecrübe boyunca anne bunu öğrendiler. Так, turnasında biz aytamiz. Bunda ne şu bu? Түсіндік. 3 bölümümüz nechega? 0,3'ke. 0,3'ke bölümümüz. Necha bu? Turnasında 11. 11'de şart. 11'de Endi tübürden çıkaranda 3'te çıkar. 3'te 3 radyan sekund çıkarız. Radyan sekund. 3'te 3 radyan sekund oluştu. Endi praktika tecrübe boyunca. Так, endi tecrübe boyunca biz жиылтабыз. Жиылтпау тербелес керек бізге сан неше тербелес саналасыңдар? 20 так, endi сол 20 тербелестен уақытын қарайық. Так, endi астына қарайық. 2 сантиметр жібереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15 de. Жаз айтқанда не отыр? Не жазамыз? Тербелістің саны бізде 20 болды, да? Уақыты неше болды? 15 de 7. 15-те 7 болды. 15-те 7. Так, енді, значит, несін табу үшін біз, бастапқы біз просто жай жиылған табамыз, да? Жиылған табамыз. Ол санды бөлім бөлшті уақытқа. Санды бөлген уақытқа. Саны бізде 20. Уақыты бізде неше? 15-те 7. Так, бөлік неше болды? 1,12 герц жазамыз. 1,12 герц. Так, енді нені омега нулевой тәжірибе бойынша формасы қандай бізде? 2 пи ню, да? 2 пи ню. Сандарын салайық. 2 пи неше бізде? 3,4. Так, и бөлеміз неге 1,12. Так, көбіміз. Калькуляторын көбейтіп қарайық. 7 жарым. 7 жарым жазамыз. Радиан секунд. Так, бұнда 7 жарым радиан секунд болды. 7 жарым радиан секунд. Тәжірибені қарадық, көрсін санадық. Енді қатесін толыру. Қатесін толыру үшін бізде, значит, омега нулевой тәжірибесін еткені аламыз омега теория бойынша, потом бөлеміз омега нулевой теория бойынша и көйтім 100%. Біз қарамыз қанша пайыз біз қате жібердік тәжірибесі дегенде. Енді өздері санамыздар. Өздері санамыздар. Формулаға салып, өздері санамыздар. Формулаға салып, өздері жазымдар.
пайызға? Жақсы, өте жақсы. Өте жақсы. Енді бұл балалар бірінші физика практикум бітірдік, істеп бітірдік. Енді тақырып қандай бұл? Серпен математиканың тербелістерді. Зерттеу. Біз зерттегенде біз қандай неме қарадық? Теориялық. Және тәжірибе бойынша. Екі несімен қарады да, біз оны тәжірибені істедік. Енді нені қорытынды жазғанда не деп жазамыз? Серпен математиканың тербелістерді. Зерттедік, да? Біз жазамыз қорытындысы. Несі? Жұмыстың қорытындысы. Тербелістерін зерттедім дейді. Нені таптық біз? Жетті. Қандай жығылды? Циклы жығылдым, анықтадым да. Так, қандай тәсілдермен? Практикалық және теориялық. Практика дейді, тәжірибе и теориялықтан. Так, сол біздің неміздің физика практикумның несі қорытындысы сонда болды. Біз не істедік одан кейін? Қатесін таптық. Қатесін таптық, не істедік? Салыстырдық. Жұмыс мақсатын істедік па біз? Бұл сырақ мақсат істедік. Енді неге ноутбукқа қараңыздар, енді рефлексия. Мына қараптың смайликтер әртүрлі. Бұлай смайликтер болса, өзінің ерінде, жақын ерінде смайликтер таңдаңыздар. Сабақ түсіндірді ме? Түсіндірді болды. Қалай істеуге болады, қарады. Енді үй тапсырманы, осы үй тапсырманы жазайық. Тербеліс тарау бойынша көйлек формуларды қайталау. Тербеліс бойынша формулды қайталау. Осындай сабақтарымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыз.